Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тілге тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары. Әркім өз байын жоқтайды дегендей, жалпы жұрт жабылып, жаңа ата заңды талқылап жатқан кезде, бұл неге аяқ астынан қандастар мәселесін айтып кетті деп сөге көрмеңіздер. Әрине, талқыланып жатқан ата заң туралы өз ұсыныс пікірімізді өтінішпен және де басқа әртүрлі тәсілдермен ойымызды айттық. Әрине, тыңдар құлақ болса, осы елдің азамат ретінде өз пікірімізді білдірдік. Дегенмен соңғы күндері болып жатқан тағы бір өзгеріс көңілімізді күптетті. Бұл нақтылап айтсақ, шетелден келетін қандастарға қойылған талап мәселесі болып отыр. Әрине, біз осыдан бұрын шетелде бейресми дерек бойынша 10 миллионға жуық, ресми дерек бойынша 5 миллионнан астам қандасымыз бар екенін, оларды елге шақырып, Қазақстанды қазаққа толтыру биліктің де, халықтың да қасиетті парыз екенін бірнеше мәрте қадап айтқан болатынбыз. Бұл жөнінде де президентіміз Тоқаев бірнеше мәрте нұсқау берді. Шетелдегі қандастардың басын ата жұртта қосу біздің қасиетті парызымыз. Бұл міндет тоқтамайды, жалғаса береді деді. Сондай-ақ отандастар форумына қатысып жатқан шетелдік делегаттарға үндеу жасаған кезде де әлемдегі бар қазақтың бір отаны бар, ол Қазақстан деп қадап тұрып айтқан болатын. Президент осы сөзінде шетелден оралған қандастарға әртүрлі жеңілдіктер жасалып, олардың азаматтық алу жолы жеңілдегенін өз аузымен айтқан еді. Бірақ соңғы кездері азаматтық алу ісі жеңілдегеннің орнына барған сайын ауырлап барады. Яғни президент шетелдегі қандастарды елге шақыру мәселесінде өте тамаша саясатты айтқанымен, нұсқау бергенімен, төменде атқарылуы ойдағыдай болмай отыр. Мәселен, соңғы 3 күннен бері шетелден келген қандастарымыз кейбір құжаттарының жоқтығына байланысты ықтияр хат ала алмай, қандастыққа тапсыра алмай, азаматтыққа өтініш бере алмай жатыр. Бұған басты себеп жақында ғана іске қосылған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат беру және қандас мәртебесін беру немесе ұзарту мемлекеттік көрсетілетін